Сәлем баршаңызға, бүгін сіздерге шоколадный пирог рецептімен бөлісемін. Өте оңай, жасап көріңіздер. Ең алдымен електен өткізілген 230 грамм ұнымызды, 65 грамм какаомызды, 280 грамм қант, сұйық май 60 грамм, молокомыз 260 грамм, сары май 60 грамм, 2 дана жұмыртқа, қобсытқыш 10 грамм, ванилин 2 грамм. Шым-шым тұз саламыз, миксермен араластырамыз, бәрін бір келкі қылып. Өте оңай шоколадный пирог жасап көріңіздер. Барлық ингредиенттерді бірден салып, миксермен бір келкі масса болғанша араластырасыздар. Формамызды алып, жанына сары майымызды жағып шығамыз. Массамызды формамызға орналастырамыз. Бетін тегістеп шығамыз. 160 градустағы қызып тұрған пешімізге 60 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Формамыздан ажыратып аламыз. Коржымыздың бетін кесіп аламыз. Текстурасы бір келкі шығу үшін. «30 грамм сары майымызға 50 грамм Қазақстан шоколадын салып, водяной баняде ерітетін боламыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Шоколадный ганашымыз дайын болды. Коржымыздың үстіңгі жағы мен жанына шоколадный ганашты жағып аламыз. Пирогымыз дайын болды. Өте дәмі ерекше. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте оңай пирог. Шай жақсы көретін адамдарға таптырмас рецепт. Қалауыңыз бойынша пирогтың бетін әсемдеп қойсаңыздар болады. Қоңырау батырмасын басып, тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.